Ежелгі грек жерінде өркениеттің үлкен белгілері қалыптасқан болатын. Бұл гректердің философиялық ойлауымен де тығыз байланысты. Рухани мәдениетінің дамуымен де тығыз байланысты болатын. Көне гректердің бір дүниетанымдық ерекшелігі, олар мифтік дәуірді ұзақ уақыт кешті. Яғни олардың мифтері сан алуан мазмұнда құрылды. Соның бірі көне Грекия жеріндегі Олимп тауын мекендеген көптеген құдайлар туралы аңыздар. Құдайлар көп болған, сан алуан. Бірақ құдайлардың орналасатын жоғары төмендік сатылда отыратын орындарында, пантеондарында негізінен 12 құдай болған деп саналады. Олардың ішінде Зевс, аспан мен жердің, құдайлардың құдайы болып есептеледі. Арес, соғыс құдайы, Посейдон, теңіз құдайы, Гермес, сауда, егіншілік құдайы, Афродита, сұлулық құдайы, және тағы басқа. Бірақ бұл құдайлар гректік аңыздарда адамдар сияқты өмір сүрген. Үйленіп, кейде өзара соғысып, кикілжіңге келіп, ақыр соңында көне гректік мифтер осы құдайлардың құдіретті қасиеттері туралы, олардың ерліктері туралы, олардың кейде адамдармен біргеде болғандығы жөніндегі оқиғалармен айшықтаған еді. Сонымен қатар бұл гректік көне кезеңдегі тағы бір ерекшелік, олардың жалпы көне дәуірде ілім білімге, оқиғаларға, осы аңыздарды жырмен, сөзбен жеткізуге ұмтылған ойшылдардың болғандығы. Яғни Гомер, Гесиод деген сияқты ойшылдар болды. Олардың дәл өмір сүрген өлген жылдары белгісіз, көне дәуірлерде болған. Олар Одиссея деген сияқты, Илиада деген сияқты шығармалар жазды. Олардың кейбір бөліктері сақталып бүгінгі күнге дейін жетті, оқылды да кейініректен. Бұларда жалпы ерлік туралы, батырлық туралы, отаншылдық жөнінде, сол дәуірдегі гректердің жауынгерлік рухтары хақында баяндалды бұл жырларда. Бірақ бұлар кейбіреу аяқталмаған, немесе жоғалып кеткен болуы ықтимал. Сонымен қатар бұл көне дәуірде шамамен біздің арамыздан бұрынғы 7-6 ғасырлар деп айтылады. 7 данышпан өмір сүрген. Көріп отырсыздар, 7 данышпан өмір сүрген. Бұлардан бірақ жазба еңбектер сақталмаған. Тек қана олардың даналық сөздері ғана бізге келіп жеткен болатын. Осыған орай бұл гректердің философиясын, сонымен қатар одан кейінгі римдіктердің дүниетанымын қосып, бұны антикалық философия деп атайды. Яғни шамамен бұл гректер бойынша біздің арамыздан бұрынғы 12-10 ғасырдан бастап, римдіктердің біздің арамыздан бұрынғы 2 ғасырларына дейінгі аралықты қамтитын ұзақ дәуір. Антика, яғни ежелгі, көне деген мағыналарды береді. Антикалық философияда осы екі мемлекеттің дүниетанымдары қамтылады. Сондықтан бірінші сұрақты осылай құрылады: көне Грекияда бастапқы философиялық ойлардың қалыптасуы. Бұл жаңа атап өткен мифтік дәуірмен тығыз, Гомер дәуірімен тығыз байланысты кезең. Одан соң Сократқа дейінгі философия. Яғни біздің арамыздан бұрынғы 4 ғасырда өмір сүрген Сократқа дейінгі әртүрлі мектептер, ағымдардың философиялық идеялары, көзқарастары. Одан соң гректердің классикалық
философиясының дамуы, одан соң эллиндік дәуірдегі философия және оның римдік дәуірмен жалғасуы болып жіктеу ақылға қонымды. Мына 7 данышпанның даналық сөздері мысалға. Фалес айтады, ата анаңды сыйла дейді. Петтак бәрінің өз уақыты келеді десе. Биант жоғарғы бақыт еш нәрсені тілемеу бақыты деп атайды. Міне антикалық философияның негізгі көне гректік және эллиндік римдік кезеңдерін осылай шартты түрде кезеңдерге бөліп қоюға болады. Көне гректік философияда оның бір ерекшелігінде айтып өтуге тұрарлық құбылыс бұл көптеген сан түрлі әр бағыттағы мектептердің қалыптасуы еді. Себебі бұл дәуірлерде, мысалға бізге арамыздан бұрынғы 6-7 ғасырларда философия немесе қазіргі ғылымдар, жаратылыстану ғылымдары, көптеген гуманитарлық ғылымдардың жеке дара бөлініп шықпау еді. Яғни барлығы да сол философияның құрамында, сол ізденістердің аясында, сол бір рухани саланың ішінде өрбіп дамып жетілген болатын. Осыған байланысты мысалға Милет мектебін алайық. Милет қаласында қалыптасқан мектеп, шамамен біздің арамыздың 5 ғасырларында өкілдері Анаксимен, Анаксагор, Анаксимандр сияқты өкілдер. Бұларға тән ерекшелік, бұлар дүниеде осы сан алуан көп түрлі құбылыстар, заттар бар. Олардың барлығы қайдан пайда болған? Олар неге сан алуан? Деген сияқты сауал қоя отырып, бұлардың барлығының ең негізгі бастауы бір нәрседен деген қорытынды шығаруында. Мысалға, Анаксимен айтты. Барлығы ауадан, дүниенің түп негізі алғашқы зат ол ауа деді. Ауаның сұйылу арқылы жеңіл заттар пайда болады, бұлт сияқты. Ауа қоюланса, онда қатты заттар қалыптасады деген ұғымға келген болатын. Ал Анаксимандр бұл дүниедегі алғашқы зат, ол апейрон деген түсінік келді. Апейрон. Апейронның не екені, немесе нақты қасиеттері белгісіздеу бір құбылыс. Осының негізінде бүкіл әлемдегі материалдық дүние пайда болған деген тұжырым жасады. Немесе Фалес айтты, дүниенің негізі бастапқы зат ол су деді. Су. Судан бүкіл тіршілік пайда болған. Мысалға, судан бүкіл заттар, құбылыстар, процестер барлығы осы суға байланысты деген тұжырымға келген болатын. Одан кейінгі мектептің бірі Пифагор мектебі. Пифагор біздің арамыздан 5 ғасырларда өмір сүрген. Ол философия терминін алғаш енгізуші болған. Әрі математик, әрі философ болған. Сондықтан да Пифагордың өзі, оның мектебіндегі шәкірттері, білім алушылары, оның ізін қуушылар, бүткіл дүниені, әлемдік ойды, философияны осы сандармен тығыз байланыста қарастырды. Дүниенің мәні сандық қатынастарда деген афоризмін ұсынған болатын. Пифагордың өзі математика саласында, геометрияда бірнеше заңдарды ашқандағы бәрімізге белгілі. Осы заңдарды қолдана отырып, осы геометриялық фигураларды егжей-тегжейлі зерттей отырып, бүкіл әлемдік процестерді, дүниенің мәнін осы фигуралар арқылы түсіндіруге, осы сандар арқылы ұғындыруға ұмтылды. Оның шәкірттері бұл істі әрі қарай жалғастырды. Мысалы, олар айтады, бір саны, бір дегеніміз бұл нүкте. Себебі бұл нүкте жалғыз болады. Нүкте. Бұл жалғыздықтың өзі Құдай, бірлік, тұтастық деген мағыналарды береді.
Ал екі саны бұл дуада, екеу. Бұл кесінді дейді. Себебі кесіндінің екі шетінде екі нүкте болады. Әлемде не екеу? Жұптық, достық, қарама-қарсылық, солардың барлығы осы дуадаға байланысты. Үш саны мысалға, триада дейді. Ол үш бұрыш. Үш бұрышта үш нүкте болады. Екі шет нүктесі және жоғарғы нүктесі. Бұл үйлесімділік, бұл да жарасымдылық, достық болып келеді. Мысалға екі қарама-қайшы жақ болады, оны бітістіруші ортаңғы бір буын болады. Міне үштік құрылды осылай. Осындай принциптерін ұсынып, сандарды 10-ға дейін, оның ар жағындағы мән іздеп, соларды осылай түсіндірумен өткен болатын. Бұл мектептің негізгі ерекшелігі осы. Сонымен қатар бұл дәуірлерде Элей мектебі қалыптасты. Элей мектебі. Элей мектебінде негізгі ерекшелік бұлар болмыс мәселесімен айналысты. Яғни болмыс дегеніміз не? Ол қандай? Құрылымы неде? Деген сияқты сауалдар қойды. Бұл мектептің негізін салушы, көрнекті өкілі Парменид болмыс туралы мынадай тұжырымға келді. Болмыс нақты, шар формалы, қозғалмайтын, біртұтас нәрсе деп ойлады болмысты. Бұндай түсінікті бұл мектептің өкілі Зенон белгілі бір деңгейде жоққа шығарды. Сондықтан да бұл Зенонның мысалға атап көрсетер болсақ, апорияларында әлемдік құбылыстардың кейбір қайшылықты мәселелер қойылды. Ол Зенонның апориялар дегеніміз шешімі табылмайтын, күрделі, бірақ логикалық құрылымы дәйекті құрылған ілімдер, теориялар, көзқарастар, әртүрлі мысалдардың жиынтығы өмірден нақты алынған. Соның біреуіне тоқталып өтейік. Ахиллес пен тасбақа деп айтылады. Тасбақа кейін орналасады. Ахиллес бұның артында шегіністе орналасады. Бұл афоризм апорияның негізгі мағынасы желаяқ Ахиллесті шабан тасбақаның ешқашан қуып жете алмайтындығы туралы болып келеді мазмұны. Ахиллес, яғни аңыздық кейіпкер, гректердің өте желаяқ, тасбақа шабан. Екеуі бір мезетте межеге қозғалады. Үстіңгі көрсетілген. Бірақ Ахиллес тасбақадан көрі 10 есе тез қимылдайды. Ахиллес тасбақаның бастапқы орнына келген уақытта тасбақа сол жолдың 10-нан біріндей жол жүреді, мысалға. Одан соң Ахиллес тасбақаның сол 10-нан біріндей жүрген жолына жеткен уақытта тасбақа сол жолдың 100-ден біріндей жол жүреді. Ал Ахиллес бұға жеткен сәтте тасбақа оның 1000-нан біріндей жүреді. Бұға жеткенде 10 мыңнан біріндей, 100 мыңнан біріндей, миллионнан біріндей, миллиардтан біріндей кете береді. Сан шексіз. Яғни желаяқ Ахиллес тасбақаны ешқашан қуып жете алмайды деген тұжырымын логикалық түрде дәлелдеді. Ал практикада шындығында олай емес екендігі түсінікті. Міне осыдан қазіргі ашылған ғылыми жаңалықтар, көптеген теориялар логикалық тұрған дұрыс болып көрінеді, дәлелденеді, дәйектеледі, бірақ шындық өмірге ол дәл бұлай сәйкес болмауы мүмкін деген қорытынды алынады осыдан. Келесі мектепті қарастырайық енді. Диалектикалық мектеп деп аталады. Бұл да біздің арамыздан бұрынғы 4-ші ғасырда өмір сүрген ойшылдардың салған ілімі. Яғни ол дәуірде диалектика дейтін сөз әртүрлі мағынада қолданылды. Кейбірі бұл сұхбаттастық дейді, біреулері пікір қайшылығы дейді, кейбірі даму дейді, тағысында басқа.
соның қазіргі диалектиканың қазіргі түсінігіне сәйкес келетін бағытта ой қозғаған осы диалектикалық мектептің өкілдері Гераклит, Кратил сияқты ойшылдар болатын. Гераклит бүкіл әлемдегі құбылыстардың барлығын даму қозғалыс үстінде қарастырды. Бәрі де өзгереді, бәрі де ағады деген диалектикалық көзқарасы, афоризмі бүгінгі күнге дейін белгілі. Немесе екінші, бір өзенге екі рет түсе алмайсың дейді. Себебі түскен өзеніңе екінші рет түскің келіп түссе, онда ол өзен ағып кетеді, оның суы. Ол мүлде басқа су деген сияқты ұстанымдарын айтқан болатын. Гераклиттің диалектикалық ілімінің тағы бір ерекшелігі бұл логос туралы болып келеді. Логос бұл әлемдік заңдылық. Осы логос бәрін реттеп отырады, бәрін жүйелеуші. Одан адам да оқшау бола алмайды. Осы логосқа бағынады, соның қызметі арқылы әлемнің дамуы, өрбуі, кейде құлдырауы жүріп отырады деген сияқты қағидасын ұстанған болатын. Гераклиттің шәкірті Кратил осы идеяны әр қарай өрбітті, дамытты. Ол тіпті айтты, бір өзенге бір ретте түсуге болмайды деді. Себебі бастап түсіп шыққанша оның суы ағып кетеді. Ол басқа су, басқа өзен болып табылады деген тұжырымға келді. Сондай-ақ бұл кезеңдегі көріп көптеген мектептер. Яғни бұлар әр бағытта, әртүрлі көзқараста, әртүрлі мәселелерді қарастырумен айналысты. Немесе атомдық мектеп атап өткенде. Яғни оның негізгі өкілдері Демокрит, Левкип, одан кейін Титул Критик Кар деген сияқты ойшылдар дамытты. Яғни дүние атомдардан құралады. Атом заттық түрде көрініс табатын, материалдық, ең соңғы бөлінбейтін шар формалы бөлшек. Және олар үнемі үздіксіз қозғалыста болады. Олардың қозғалысы әртүрлі болады. Түзу сызық бойынша, бір-бірімен соқтығысып, кейде ауытқып өзінің қозғалыс бағыттарынан. Бос кеңістік деген болмайды. Барлығы атомдарға толы. Ауаның өзінде ауаның атомдары толып жүреді. Деген көзқарасты ұсынды. Одан соң бүгінгі күнге дейін бұлар өрістеп, өркендеп, дамып келгендігі, ғылымда қолды тапқандығы баршамызға белгілі. Енді көне гректік философияда өзін классикалық дәуірдің өзін оны екіге бөліп қарастыруға болады. Біріншісі ерте классика, одан кейін толысқан, кемелденген классика. Классика деген ұғым кемелденген, толыққанды, мүлтіксіз, жоққа шығарылмайтын, барынша дамыған, модернге, әртүрлі ауытқуларға, әртүрлі жаңаларға, модаларға орын бермейтін, барынша тұрақты сақталатын деген мағына береді. Сондықтан да осы гректердің философиясын классикалық философия деп атауының себебі оның өкілдерінің идеялары бүгінгі күнге дейін өзекті, маңызды, терең, парасатты, барынша кемелденген, толыққанды болып келуінде. Оның негізгі үш өкілі белгілі классиктердің: Платон, Аристотель, Сократ. Ерте классиканы кейде екіге бөледі осылай міне. Ерте классика бұнда алғашқы софистер болған, бұдан кейін Сократты қосады болған. Яғни бұл да шамамен біздің арамыздан бұрынғы 5-4 ғасырлар. Софистер дегеніміз кімдер? Софистер дегеніміз софизм деген бағыттан туындаған, сол дәуірдегі. Яғни софизм бұл ойша алдау, сөздерді түрлендіру арқылы ақиқаттың жалған екендігін, жалғанның ақиқат екендігін дәлелдеу, немесе дұрыстың бұрыс екендігін, бұрыстың дұрыс екендігін дәлелдейді. Сөздерді ойнату арқылы. Яғни бір қарағанда логикалық жағынан дұрыс, дәйекті, ақылға қонымдылық көрінеді,
бірақ шындығында мүлде олай емес. Бұларды екіге бөледі: кіші софистер және аға софистер деп. Протагор, Гиппий, Продик деген сияқты өкілдері бар бұлардың. Мысалға, софизмдерді ол дәуірде көптеп келтірді, және олар белгілі бір деңгейде жағымсыз мағынасында көрініс тапты. Өйткені халықты алдау, ақиқаттан адастыру, сөздерді құр ойнату, объективті ақиқатқа ұмтылмау деген мағынада. Екінші жағынан, жағымды мағынасында бұлар интеллектуалдық ойын ретінде құрды. Философияны, идеяларды, түсініктерді, пікірлерді миды шынықтыру, ой жаттықтыру ретінде ұсынған болатын. Мысалға, мүйізді деген софизм, мүйіз. Бірінші сөйлем былай басталады: жоғалтпаған нәрсе сенде бар. Түсінікті, логикалы. Екінші, сен мүйізіңді жоғалтқан жоқсың. Жақсы, түсінікті. Үшінші шығатын қорытынды: ендеше сенің мүйізің бар. Міне, софизмнің ең көне, қарапайым формасы осындай. Одан кейін софистер әртүрлі антиномиялармен, қайшылықты пікірлермен, парадокстармен айналысты. Мысалға, соның біреуіне тоқталып өтетін болсақ, міне, Протагор мен шәкірт арасындағы қайшылықты көзқарас. Протагор шәкірттің айтыс өнеріне тәрбиелейді, шешендік өнер. Оқытады, оқу ақылы. Бір күні шәкірті мен Протагор екеуі келіседі: мен ақымды төлеймін, жартысын, мен алғаш рет айтысып, кіммен болса да, жеңіп шыққан уақытта төлеймін дейді. Себебі мен нәтижемді көрсетуім керек. Оқытқан еңбегінің көрінісі нақ болу керек мен үшін дейді. Сондықтан да оқытады, бір күні төлеме кетеді шәкірті. Одан соң екеуі келіспейді, сотқа жүгінеді. Сотқа жүгінген кейін олар айтады: сотқа мен берем, егер сотта мен жеңіп шықсам, онда соттың шешімі бойынша мен төлемеймін. Ал сотта мен жеңіліп қалсам, онда екеуміздің уәдеміз бойынша мен төлемеймін дейді. Ал ұстаз айтады: жоқ, егер сотта мен жеңіп шықсам, төлейтін қылып сені, онда соттың шешімі бойынша сен төлейсің. Ал мен жеңіліп қалсам, онда келіскен екеуміздің уәдеміз бойынша сен бәрібір төлейсің. Басында солай болды келісім. Алғашқы жеңісінде төлейтін болған. Міне осындай аталған ойлары, пікір әрине қайшылықты болып құрылады. Сонымен қатар софистік мектептен кейін Сократ дейтін данышпан өмір сүрген. Одан қалған жазба еңбектер жоқтың қасы, кейбір ойлары үзік-үзік, немесе Сократтың сот алдында сөйлеген сөзі деген сияқты жазба жұмыстар бар. Бірақ Сократ классикалық философияның өкілі ретінде тарихта қалды. Сократты жастарды бұзып жүр деген жазамен Афина соты өлім жазасына кескен. Сократ өз өлімінен бұрын осылай ерте өлген. Бірақ Сократ бір даналықтың, шешендіктің өкілі ретінде философия тарихында қалғандығы белгілі. Жас күнде ол да софизммен шұғылданған. Бірақ кейіннен софистерге қарсы шығып, олардан бас тартып, өзінің парасатты даналық ойларын таратқан. Мысалы айтады, Сократ айт деген сөз өзіңді өзің таны деген даналық, афоризм. Яғни ол кезде адамдар сыртқы дүниені, әлемді тануға ұмтылатын болса, Сократ өзіңді өзің танып білу керек әуелі. Тануды өзіңнен бастау керек. Яғни өзіңнің ішкі дүниең терең әлем молда. Өзіңді өзің танып ал.
деген бар. Немесе Сократтың даналық сөзі менің білетінім бір-ақ нәрсе дейді. Ол өзімнің ештеңе білмейтіндігім дейді. Ал басқалар оны да білмейді дейді. Яғни бұл жерде міне білімнің шексіздігі, қаншама данышпан, қаншама ғалым болғанмен де адамның кез келген білімді адамдардың да білмейтін нәрселері өте көп білетіннен гөрі. Сондықтан да Сократ бұл жерде қарапайымдылық ұстап айтып отыр. Бірақ нәрсе ол өзінің ештеңе білмейтіндігі ғана мен білемін. Басқалар оны да білмейді. Сократ моральды абсолюттендірді. Мораль адамгершілік құндылықтарын жоғары бағалады кезінде. Одан кейін тоғысқан классиканың өкілі Платон объективті идеалистік бағыт деп аталатын позицияны қолдады, соны дамытты. Платон, яғни идеялар, пікірлер, тұжырымдар, заңдар, концепциялар, бұлардың барлығы объективті шынайы өмір сүреді. Идеялар әлемі. Бұлар нақты. Ал материалдық әлем бұл алдамшы сияқты болып көрінетін құбылыстар мен процестер. Себебі бұлар өзгеріп отырады, тұрақсыз, ауысып кетеді, жалған әлем. Яғни шынайы емес дүние түрінде көрінсе, ал идеалдық әлем, идеялар, бұл нақ шынайы осы әлем. Себебі тұрақты, өзгеріссіз, мәңгі болатын әлемдер деген тұжырым жасады. Платонның айналыспаған нәрсесі кем дегем деп айтуға болады. Ол этика мәселесімен де, диалектикамен де, физикалық мәселелермен де, қоғамдық саяси идеялармен де айналысқан ойшыл. Еңбектері сақталған, көптеген еңбектері бар. Платонның сұхбаттар дейтін жинақталып берілген бір кітапқа. Сол кездегі әрбір философтармен айтыс тартысқа түсіп, оларды кейде сынап, кейде жақтап, өзінің көзқарастарын білдіріп отырған болатын. Диалектиканы ол сұхбаттасу өнер ретінде қарастырды белгілі бір деңгейде. Сондықтан да сұхбаттарға барынша құштар болды. Ал кейбір еңбектеріне қарасақ, кейбір еңбектері бұның мистикалық бағытта өрбіп кетті. Платонның еңбектері. Мысалы, үңгірдегі адамдар туралы. Ол үңгірдегі адамдардың аяқ қолдары кісендеулі. Олар жоғарыдағы еркін адамдарға қарайды, соларға еліктейді, үңгірдің ішінде өмір сүреді деген сияқты мазмұнда айтылатын кейбір идеялары бар кездеседі Платонның. Одан кейінгі классикалық философияның өкілі Аристотель болатын. Аристотель де көптеген мәселелермен айналысты. Болмыс туралы іліммен, мұнда физикалық мәселелермен айналысты. Рух жөніндегі метафизикалық идеяларды қозғады. Қоғамдық саяси көзқарастарын ұсынды. Яғни әртарапты. Мысалға, оның антологиясында ең басты құбылыс, маңызды нәрсе ол форма. Яғни формаға басымдылық беру керек. Материяның қандай екендігі оның формасына байланысты. Оның затты көрсеткіш әртүрлі болуы мүмкін. Ағаштан көптеген нәрселер жасалуы мүмкін. Бірақ олардың формалары әртүрлі болады. Яғни сол зат оның формасымен анықталады. Форма белсенді, бастаушы, анықтаушы форма. Ал формалардың формасы, ол ең ақырғы форма, ол табиғаттың мәңгі қозғаушы күші, ол Құдай болып табылады деген сияқты идеяға келіп тіреледі. Немесе әлемдегі категориялар жүйесін топтап көрсетіп берді. Сапа, мөлшер, материя, қатынас деген сияқты категорияларға жеке-жеке тоқталып, бәріне тадаулар жасап берген болатын Аристотель кезінде. Немесе этикалық мәселелер қозғады мысалға. Алтын аралық дейтін принципін түсінді. Мырзалық ол сыра шашпалық пен сараңдықтың аралығы. Батырлық көзсіздік пен қорқақтықтың аралығы
деген сияқты маңызды көзқарастарын ұсынған сол дәуірде. Немесе қоғамдық саяси көзқарастарында бүгінгі мына қоғамды басқарушы жүйелер, оларды мысалға аристократиялық қоғамда қалай болады, көпшілік басқаратын қоғамдарда қалай болады, демократия қазір айтып жүргенбіз, немесе тираниялық қоғам қалай құрылады деп солардың барлығын талдап көрсетіп берген болатын кезінде Аристотельдің өзі. Одан кейін эллиндік рендік дәуір пайда болды, яғни эллинизм деп аталады. Бұл кезеңде де әртүрлі бағыттар қалыптасты философиялық. Соның бірі скептицизм деп аталатын бағыт. Скептиктер, яғни адамның дүниені танып білуіне күдік келтіретін бағыт. Скепсис, күдік келтіру. Перрон мен Тимон, Энесиден мен Агрипп сияқты ойшылдар адамның дүниені толықтай объективті, шынайы танып біле алмайтындығын дәлелдеумен айналысты. Мысалы, Перрон мен Тимон өздерінің троптар дейді, дәлелдеу жолдарын ұсынды. Мысалға, бір-екеуін келтірейік. Дүние, әлемде құбылыстар, олардың сапасы жағдайға, адамның көңіл күйіне, белгілі бір орынға байланысты дейді. Мысалға, от күндіз көрінбейді, әлсіз, түнде жарық болып көрінеді. Шындығында ол қандай? Мысалы, келесі су көп мөлшерде ол көк түсті, теңіздің мұхитты сулары мысалға. Аз мөлшерде ол мөлдір ақшыл түсті болып келеді. Шындығында оның түсі қандай? Аш адамға тамақтың иісі жағымды болып көрінеді, тоқ адамға бейтарап немесе жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Шындығында оның иісі қандай? Заттар мен құбылыстар хайуанаттарға басқаша болып қабылданады, адамдарға басқаша болып қабылданады. Шындығында ол қандай? Алма сырты жылтыр, түсі мысалы қызыл, өзі дәмді, әртүрлі сапада. Шындығында осы сапаның қайсысы басты орын алады, қайсысы дұрыс деген сияқты осылай күдікті ойларын ұсынған болатын. Одан кейінгі қалыптасқан бағыт перипатетиктер. Бұл мектептің негізін салушы, бұл Аристотель болады. Аристотельдің ілімінде көзқарастарында ол шәкірттерін ертіп жүріп, терең философиялық ойларды толғауы тиіс. Бақты аралап жүріп, демалып отырып, әңгімелесіп, табиғаттың таза ауасында толғану перипатетиктер. Осыдан Аристотель тілдер мектебі пайда болды. Бір ерекшелігі Аристотель тілдер мектебінің өкілдері көптеген мәселелермен айналысып кетті. Оның кейбіреулері биологтар болды. Кейбіреулері ғарыш мәселесімен айналысты. Планеталармен, астрономия қазіргі. Кейбіреулері метафизикалық мәселелермен, кейбіреулері этикалық мәселелермен деген сияқты шұғылданған болатын. Одан кейін көріп отырсыздар, мында эпикур дейтін ойшыл негізін салған эпикуризм бағыты пайда болды. Эпикуризм. Эпикурдың басты қағидасы философия ілімінің даналық арқылы бақытқа жеткізетіндік туралы. Яғни эпикур және эпикуршылдар эвдемонизм дейтін бағытты қолдады. Яғни эвдемонизм адамның бақытқа ұмтылуы, рахатқа бөленуі, өмір сүрудің маңызды қағидасы деп санайды. Эпикур айтады, адам үш қорқудан азат болу керек дейді мысалға. Біріншісі Құдайдан қорқу, екіншісі
қажеттіліктерден қорқу, үшіншісі өлімнен қорқу. Мысалы, ол айтады, адам өлімнен қорқып керегі жоқ дейді. Біз өмір сүріп тұрғанда өлім әлі келген жоқ, біз өлген жоқпыз. Өлім келгенде біз болмаймыз, екеуі бетпе-бет келмейді деген сияқты қағидасын ұсынады. Эпикурдың идеясын ұсынушылар, ары қарай жалғастырушылар, дамытушылар адамның бақытқа жету, эдемонистік рақатқа бөлену туралы концепцияларын ұсынды әрі қарай. Одан кейін осы дәуірлерде киниктер мектебі қалыптасты. Яғни кинизм деп аталады. Киниктер мектебі. Оның өкілдері мысалға Диоген дейтін философ болған. Киниктер өкілдері мектебінің негізгі принципі бұларда аскеттік өмір сүру идеалын қолдады. Яғни рухани кемелденуге ұмтылу, оның ішінде моральдық тұрғыдан дамуы адамның, өркендеуі. Олар байлықты жек көрді, білімді жек көрді. Себебі байлықтың шығатын, туатын құбылыс бұл тирания, үстемдік ету, әлімдеттік жасау, өзгелерді қинау, осының түп төркіні байлықтыратыр деп санайды. Немесе білімді болуға болады, бірақ білім адамдардың адамгершілік қасиетін арттырмайды деген қорытындыға келді. Қазір де болуы мүмкін ғой. Өте білімді, сауатты, ғалым адам болуы мүмкін, бірақ адамгершілік қасиеті төмен болуы мүмкін. Немесе олар әртүрлі жаттығулармен айналысты. Яғни аскезис, автаркия деген принциптер бар. Олар суыққа шыдау, ыстыққа төзу, үй күйсіздік жағдайға үйрену деген әдейі арнайы жаттығулар жасады. Яғни жұпынлау, киініп жүріп, ыстыққа төзіп, қыста жазда айдалаға қонып, түнеп, тойып, тамақ ішуге болмайды оларға. Тек қана адамгершілік қасиеттерін арттырумен ғана айналысып отыру керек дейді. Мысалға Диогеннің өзі аңыз бойынша бөшкеде өмір сүрген екен. Бөшкеде. Яғни қоғамнан жат, адамдардың барлығын жек көріп, адамдардың өмір сүру стилін ұнатпай, өзімен өзі болуды армандады. Бөшкенің ішінде жалғыз өзі өмір сүрді делінеді аңыз бойынша. Немесе шам ұстаған Диоген дейді. Күндіз шам ұстап жүрді. Неге десе, мен адам іздеп жүрмін деп жауап берді. Яғни бүткіл көпшілікті бұлар ұнатқан жоқ. Себебі байлыққа ұмтылу, адамгершіліктен аттап кету деген сияқты ұстанымдармен, антиэтикалық ұстанымдармен өмір сүретіндерді бұлар жек көрді. Қай елдің азаматысың деген сұраққа мен әлемнің азаматымын деп жауап берді деген аңыз бар бұларда. Яғни бұлар аскеттік өмір сүру идеалын ұстанатын, моральдық рухани кемелденудің жоғарғы сатысына көтерілуге ұмтылатын және басқаларды да соған уағыздайтын өмірмәнділік, өмірдің тәжірибесін алынған мектеп болып құрылды. Осыған сәйкес бұған керісінше бағыт ұстанатын мектеп болды. Киренаиктер мектебі. Осы дәуірлерде. Киренаиктер мектебі негізін салушы Аристип деп аталады. Бұлар гедонистік бағыт ұстанды. Гедонизм дейтін адамның өз өмірінде рақатқа бөленіп, тәндік құмарлықтарын, тәндік қажеттіліктерін қанағаттандырып, өмір сүруді қолдау.
яғни адамға өмірде не керек, соның барлығын адам пайдалану керек дейді. Бізге бұлар табиғаттың берген сый деп санайды. Бүкіл материалдық игіліктер. Кейіптер айтады, құдайлар адамдарға барлығын берді дейді, мүмкіндікті. Бірақ адамдар оларға қанағаттанбай, өздерін өздері бақытсыз етті деп санайды. Сондықтан да бұл ағымның өкілдері осындай өмір сүру стилін құптады, қолдады. Бірақ кей уақытта басқа бағыттарды да. Мысалға, бұл мектептің өкілі болған Гегесий дейтін философ өзінің уағыздарында жаппай өзін-өзі өлтіруді үнемі айтып жүріпті. Осыдан бірнеше шәкірттері өзін-өзі өлтіруге ұшырап дейтін аңыздар бар. Тағы да бірнеше мектептер болған. Жаңа платоншылдық, неоплатоншылдық мектеп. Платонның идеясын әрі қарай дамытатын мектептер. Немесе стоиктер мектебі дейтін болған. Стоиктер мектебі. Бұл өте ұзақ кезеңді қамтитын мектеп. Көне Грекияда пайда болған, біздің yanımыздан бұрынғы 4-ші ғасырларда. Одан кейін ол римдік стоицизмге ауысқан, біздің yanımыздан 1-ші, 2-ші ғасырға дейін созылған мектеп. Ұзақ кезеңді қамтиды. Сондықтан да бұны көне стоя, ортаңғы стоя, соңғы стоя деп 3 кезеңге бөліп қарастыру қамтылған екен. Стоиктердің шұғылданған мәселелері де әр тарапты. Біріншіден олар ғылымдарды философия ғылымын жіктеді. Әрбір стоик әртүрлі түрде қарастырды. Философия физикадан, метафизикадан, эстетикадан, этикадан тұрады десе, біреулер жоқ, бұл метафизикадан, этикадан, логикадан тұрады деп, әртүрлі салаларға бөлегіштеп қарастырды. Сонымен қатар әлемнің жаратылуы онтологиялық мәселелермен айналысты. Мысалға айтты, көне стоиктер. Әлем 10.800 жыл сайын қайталанып келіп отыратын циклді өртпен қамтамасыз етілген. Яғни осы уақытта әлемде өрт пайда болады. Әлем қирайды, өртеніп кетеді. Сосын қайтадан басқаша әлем құрылады. Ол да 10.800 жылдан кейін қайтадан өртенеді, қайтадан басқаша әлем құрылады деген бір циклді кезеңді ұсынды олар. Бірақ неліктен 10.800 жыл екендігі белгісіз. Немесе олар айтты, мысалы, адам микрокосм деді. Яғни адамда бардың барлығы әлемде де бар. Адамның ақылы әлемдік ақылдың бөлшегі. Адамның рухы әлемдік рухтың бөлшегі. Адамның жаны әлемдік жанның бөлшегі. Адам ықшамдаған ғарыштың көрінісі деген сияқты пікірлерін ұсынған болатын ол кездегі ойшылдары. Сондай-ақ міне одан кейінгі римдік философияда көне гректік дәстүрлерді жалғастырды, бірақ та бұларда мифтік сана, миф тудырушылық көзқарастар гректермен салыстырғанда бәсеңдеу болды. Яғни мифтерді олар аз тудырды. Көне гректердің, римдіктердің ойшылдары Сенека, мысалға, дегені, Цицерон деген ойшылдар. Бұларда стоиктер мектебін, немесе манағы платондық идеяларды әрі қарай дамытып жетілдіріп отырды. Бұларда философияның дамуы кейіннен христиан дінінің пайда болуымен ұласып кетті. Филон Александрлік, ол сол дәуірдегі христиандық догмаларды алғаш ұсынушылардың бірі еді. Күнә үшін азап шегу, адамның күнәлі болып туы, күнәсін жууға өмір бойы ұмтылуы деген сияқты қағидалары бүгінгі таңда да христиан дінінің, діни мәтіндерінің ішінде сақталған маңызды элементтердің бірі деп айтуымызға болады. Бұдан кейін антикалық философияның өрбуі
біздің эрамыздың бірінші, екінші, кей деректерде үшінші ғасырларында аяқталды. Бұдан соң орта ғасырлық батыс европалық философия туындады. Талқылауға мынандай сұрақтар ұсынуымызға болады. Яғни, көріп отырсыздар, көне гректердің философиясы әр бағытта, әр тарапта, әртүрлі мектептер бойынша өрбіген екен. Себебі ол кезде жоғарыда айтқандай жаратылыстану ғылымдары бөлініп шыққан жоқ. Мысалы, физикада сол философияның ішінде дамыды. Жаңа атап өткен Демокриттің атомдық теориясы сол бір жағынан физикалық құбылыс. Немесе Фалестің ғарыш туралы айтқан пікірлері қазіргі астрономияның негізгі объекттері болып танылады. Немесе Аристотельдің, Платонның айтқан қоғамдық саяси көзқарастар қазір саясаттанудың, әлеуметтанудың қозғайтын мәселелер болып саналады. Яғни кең ауқымды гректердің философиясы кейіннен батыс еуропалық, кейін араб мұсылмандық, жаңа замандағы философиялық ойлардың дамуына игі ықпал етті деп айта аламыз.